Сен намаз оқымайсың, сен кәпірсің, мен сенімен күресу керекпін деп, мен ештеңені мойындамаймын. Қылмыстық әлемде отрицалово деген ұғым бар. Мен ештеңені мойындамаймын, мен ешкімге бағынбаймын, мен сынбаймын. Сондай бір қасарысып қалу, тырысып қалу, сондай бір жүйеге қарсылық білдіру, антисистема дейді. Енді біз белгілі жүйелердің ішінде өмір сүріп жатырмыз. Отбасы ол бір жүйе. Ол жерде субординация бар, әкең бар, анаң бар, бала-шағаң бар, әртүрлі субординация бар. Жұмыс жасап жатқан жерінде субординация бар. Иерархия бар, бастығың бар, директор бар, гендиректор бар, бухгалтер бар дегендей. Бұл отрицалово деген діндегі ұстаным, осының бәрін, субординацияның бәрін бітшін шығарады. Сол авторитет таратумен де әртүрлі жат теріс ағымдар өздерінің қатарына жастарды тартып алып жатыр. Анасын жау көретін біздің радикалдар бар. Ана, сен кәпірсің. Міне қазір міне мен кабинетімде нелер тұр, материалдар тұр, әртүрлі экспертиза. Келіп аналар айтады, мына балам мен жау көреді. Тіпті мүмкін болса, мама, сен намаз оқымайсың, сен кәпірсің, мен сенімен күресу керекпін деп 16 жасар, 17 жасар бала әңгіме айтып жатыр. Көрдіңіз бе? Сол үшін осындай манипуляцияларды болдырмау, бұл дерадикализацияның негізгі функциясы болып есептеледі.